сайты бойынша маңызды ақпараттар жіберіп алмау үшін каналыма тіркеле кетіңіздер. Қазіргі таңда TikTok болсын Instagramда неше түрлі топ магазиндер тізімін көрсететін видео рилстер қаптап кетті. Яғни ең жақсы куртка сататын магазин, ең жақсы аяқ киім сататын магазин дәл сол секілді өте көп. Енді сіз сонда айтылған магазиндердің әрбірін есте сақтап отырудың қажеті жоқ. Тек қана осы топ магазиндер тізімін шығару жолын үйреніп алсаңыздар болды. Ол үшін біз мына поискке қазір іздейтін өзіміздің кез келген товардың атауын жазайық. Негізінде товарды қытайша іздеген дұрыс. Сол кезде сіздерге толыққанды барлық товарларды шығарып береді. Женская сумка деп жаздым, аударып алдық, іздейміз. Поиска салған кезде осылайша маған бірнеше сумкаларды шығарып берді. Үстінде тұрған иероглифті басып, екіншісіне өтетін болсақ, бұл жерде товарларды магазиндер бойынша көрсетеді. Жоғарғы жағында фильтрлер тұр. Біріншісі ешқандай фильтрсіз барлық сумкалар шығарып тұр. Екіншісі фильтр бізде продажа санын көрсетеді. Басамыз. Яғни бұл жерде продажасы көп магазиндер тізімі көрсетілген. Мысалға, мына магазинге кіретін болсақ, мына сумка бізде 4899 продажа болған екен. Отзывтары, фотосуреттері барлығы бар. Екінші сумкаға кірсек 955 продажа. Осылайша ең жақсы сумкалар продажа саны бойынша сіздерге шығарып береді. Жанында тұрған фильтрді басатын болсақ, бұл магазин рейтингісі бойынша, яғни 5 жұлдызды магазин товардарын сіздерге ең бірінші шығарып береді. Мысалға, мына тұрған магазин кіреміз, сатылымы 2300, астыңғы жағында магазин рейтингісі 5 жұлдызды. Міне кез келген магазинді қарасаңыздар, ең бірінші сіздерге рейтингісі жақсы магазиндерді шығарып тұр. Үшіншісі бізге тек қана бренд товарларды шығарып береді. Мысалы, кез келген бір сумкаға кірейін, бренд товардың белгісі тұр, қара иероглиф, субсидия белгісі тұр, қызыл. Және де астында 100% оригинал деген белгісі бар. Сондай-ақ плюс-минус, яғни товардың сапасына жауап береміз деген белгілері бар. Осылай кез келген товарды поискке қойып, рейтинг бойынша іздеп таба аласыздар. Егер де ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.